Ассаламу алейкум, құрметлі Қалынкөл районы тұрғындары. Осы жылдың 20 май, 20 июнь күндері аралығында өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша Ахметлі 30 күн ләжін өткеру белгіленген. Ләжді өткеруде тек арғы мақсат республикамызда соңғы уақытларда жүз беріп атырған өртлер һәм олардың ұнамсыз ақыбетлерін есапқа алып, біріншіден өрт қаупі жоғары болған объектілердің, екіншіден дем алу орынлары һәм санаториялардың, үшіншіден тоғай фонды объектілерінің, төртіншіден тұрақжай фонды объектілерінің өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бұқаралардың өмір һәм мал мүлкінің қол қатысылмаслығын сақлау болып табылады. Ләж давамында тиісті шүлікімдер тарапынан өртлердің алдын алу бойынша профилактикалық ләжларды күшейтілген тәртіпте әмелге асырылуы, өрт жүз бергенде дұрыс харекет ету бойынша әмели һәм теориялық шынығулар өткеру, район аймағында жайласқан объектілерде низамда белгіленген тәртіпте тексерулер өткерілуі, ғалаба хабар құралдары арқылы видеороликлер, көрсетулер, естірулер шөкімлестірілуі, газета, журналдардан мақалалар басып шығару, адамлар ғалабалық жиналатын орындарда үгіт насихат баннерлерін орнату һәм басқа да бірқатар ләжлер әмелге асырылуы белгіленген. Құрметлі бұқаралар, кархана һәм шөкімдердің басшылары 20 майдан 20 июньға шекем өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша Ахметлі 30 күн ләжінді өткеруде белсене қатынасуыңызды сұрап қаламыз. Итибарларыңыз үшін рахмет.